Мына ассалаумағалейкум. Жоба 383 үй тұрғынның мына есігі мына жабылмайды. Көрсеңіздер болады. Мына ақауы бар. Есіктердің өзі мына бір шұрттан іліп кеткен. Мына есік үй тұрғыны мына жабылмайды. Мына Азыр көріп отырсыздар ғой. Мына қандай ақауы бар. Бұны көтеріп жабу керек бұл есікті. Мына ақауы бар. Бұда да қалай болсын солай болсын ұрып кете берген. Бір жұрттан есіктер ақауы кетіп жатыр. Свет жалғамаған әлі, газ плиталар орнатылмаған. Есіктің жазылары мына қандай ақау міне. Көрсеңіздер болады, міне тастап жүрген есік. Диагонал дұрыс емес, міне жарылып жатыр. Міне шетінен жарылып жатыр. Уже ақау шығып жатыр уже. Міне есіктің ақаулары. Тиіп жатыр. Міне жемқорлық міне нағыз жемқорлық осы да болып отыр үйлерде. Мынаны қараңыздар, қалай қиындап жатыр мына есік. Міне есікті көріңіздер. Қымдата берің. Міне оған әкімдіктер қайқа қарап отыр, бұл есіктің бір сапасын жөндеп бермесе. Мына беттен қымдатыңдар. Міне қалай қиындап жатыр. Міне анық көрініп отқан шығар сіздерге. Мына асханасын мына қандай деңгейде көтеріліп отыр. Мына көріңіздер. Мына уже асатқы беріп отыр. Жаңа үй бұл. Бүгін 18-да. Бүгін 18-ін берілді. Бірақ бұны комиссия мүшелері неге қарамаған бұған? Міне уже көтеріліп отыр. Нақты түсіндіріп көрсетіп кетейін. Міне ашылып отыр. Міне асты уже жарылып отыр. Міне көріңіздер. Міне қалай істеген. Мына асты жарылды уже. Көтерді астын бастан жарылып отыр. Көрді. Мен қазір астында қара көрдің ба? Уже клей уже осадка беріп отыр. Мына линолеум жабыспаған ғой ешқандай.